I feel it trying to turn my heart into stone. Put up resistance to me, so I let you go. Oh. Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін сіздермен бірге өте ерекше торт дайындайтын боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқа жарып аламыз. Мінекей біз 4 жұмыртқа жарып алдық. Енді оған кішкене мөлшерде тұз саламыз. Жақсылап тұрып, аппақ болғанша миксерлейміз. Бізде осылай болу керек, яғни өз көлемінен әлдеқайда осындай үлкен болу керек, көбею керек. Енді осыған қантымызды біртіндеп қоса отырып миксерлейтін боламыз. Біз осындай қантымызды қосып миксерлеп алдық. Енді бізде еріген сары май. Жақсылап миксерлейміз. Крахмал қосамыз. Кішкене сода қосамыз, не болмаса разрыв есебімен алмастыруға да болады. Енді осының ішінде араластырып аламыз. Енді осы жұмыртқалы массамызға кішкенеден қосамыз. Міндетті түрде ситадан не болмаса електен өткізіп салыңыздар. Осыдан ондай екіге бөліп салғандарыңыз дұрыс. Осылай қоса отырып миксерлейтін боламыз. Бізде осындай бір келкі қамыр шығу керек. Енді осыны пергамент қағазымызға не болмаса фольгаға жаямыз. Негізі бұл тестаны фольгаға жайған дұрысырақ. Осылай фольга арқылы мінекей форма істеп аламыз. Осы фольгамызға 1-2 қасықтан саламыз. Жақсылап тұрып, осы фольгамызға жаямыз. Негізі бұған сәл қалыңырақ қылып жайғандарыңыз дұрыс. Осыны қызып тұрған пешімізге міндетті түрде 160 градуста пісіреміз. Мінекей біздің коржымыз пісті. Осылай жұмсақ әрі күшті болып піседі. Осылай молочная девочканың коржына ұқсайды аздап, бірақ дәмонда емес. Осылай піседі. Енді осыны осыдан босатып аламыз да суытамыз толықтай. I feel it trying to turn my heart into stone. Put up resistance to me, so I let you go. Oh, but the love inside just won't subside. They can't stay far from you. Raise me from the sins and that I'm fighting to believe you remember me. I'm screaming out. Why can't
part of